Неміс сарапшылары Қазақстанда мәжіліс сайлауын мерзімнен бұрын өткізу бастамасының дұрыстығын айтып отыр. Матиас Дорнфельдтің пікірінше, президент Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген мақсаттарды ойдағыдай жүзеге асыру үшін парламенттің төменгі палатасының құрамын жаңарту депутаттар корпусының жұмысын оңтайландыруға септігін тигізеді деп сенеді. Ал Арменияның ұлттық ғылыми академиясының сарапшысы мәжіліс пен мәслихаттардың сайлауын мерзімнен бұрын өткізудің ешқандай айыбы жоқ деп біледі. Айтуынша, әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін жаңа идеялар қажет. Алдымен экспорт өсімі мен оны әртараптандыруда және бизнес алдындағы бюрократиялық кедергілерді жою мәселелеріне басымдық берілуі тиіс дейді ол. Казахстан оценивается как стабильная страна. Қазіргі күрделі экономикалық кезеңде Қазақстан тұрақтылығын сақтап қалып отыр. Осы бағытта әрі қарай жылжу үшін жаңа адамдар, басқа көзқарас қажет. Менің ойымша, мәжілістің жаңа құрамы түйткілді мәселелерді шешуге қомақты үлесін қоса алады. Сондықтан мәжіліс депутаттарын мерзімнен бұрын сайлау дұрыс болады деп есептеймін. Менің ойымша, мәжіліске сайлау өткізу қажетті қадам. Парламент депутаттарына көп нәрсе байланысты болғандықтан, қазіргі жағдайда құрамды жаңартқан дұрыс. Нәтижесінде 100 нақты қадам бағдарламасына баса назар аударылып, жаһандық қаржы дағдарысын еңсеру мүмкіндігі арта түседі.